Бүгіннен бастап елімізде өңіраралық мәртебесі бар кассациялық соттар өз жұмысын бастайды. Олардың негізгі рөлі сот актілері заңды күшіне енген істерді қайта қарау. Бұл туралы орталық коммуникация қызметі алаңында жоғары сот кеңесінің мүшесі Ерлан Айтжанов хабарлады. Ақпарынша, өзгеріс жоғары соттың назарын құқық қолданудың негізгі мәселелеріне аудара отырып, жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді. Қосымша инстанцияны енгізудің арқасында азаматтардың сот төрелігіне қолжетімділігі кеңейтіледі. Қазіргі таңда кассациялық соттардың судьялары лауазымдарына конкурстық іріктеу нәтижелері жарияланып отыр. Регламент бар. Тура регламентте жазылған, негізі ол регламентті нақты критерийлер енгізілген. Ол негізі осы тәжірибе бойынша қаншама жыл істегені, және де енді сол жағынан бірінші критерий ол кассациялық сотқа өтетін судьялар міндетті түрде сот ретінде 8 жыл жұмыс істеу керек.